ақш-та мигранттарды ұстайтын жаңа орталықтың суреті тарады. Ғимарат орманда орналасқан. Айналасында аллигаторларға толы ор қазылған. 19 маусымда Флорида штатының бас прокуроры Джеймс Утмайер X парақшасында аллигатор Алькатрас деген бейресми атаумен лагерь салу жоспарын жариялаған. Бұл атау әйгілі Алькатрас түрмесіне меңзейді. 24 маусымда бұл ақпаратты ақш ішкі қауіпсіздік министрлігі растады. Ал бір аптадан соң Трамп пен министр Кристин Ноем жаңа орталықтың ашылуына келді. Алайда желіде тараған сурет ресми ақпаратпен мүлде сәйкес келмейді. Шын мәнінде лагерь бұрынғы оқу полигоны Дейт Каллиер әуежайының жанында орналасқаны көрінеді. Онда орман да, ор да, аллигаторлар да жоқ. Нысан тіркемелер мен шатырлардан құралған. Джеймс Утмайер бұл аймақтың батпақты, жабайы табиғатқа бай екенін айтып, шын мәнінде аллигаторлар мен питондардың мекендейтінін айтқан. Миграциялық орталыққа барғаннан кейін Дональд Трамп та мәлімдеме жасап, қашқысы келетіндер алдымен аллигаторлардан қашуды үйрену керек деп әзілдеген. Бірақ лагерь айналасына әдейі ор қазылып, рептилиялар жіберілгені туралы ешқандай ресми дерек жоқ. Оған қоса HIF Moderation платформасы суреттің 99% ықтималдықпен жасанды интеллект көмегімен жасалғанын анықтады.